Қазіргі уақытта Арыс қаласында төтенше жағдай салдарын жою бойынша біріккен жасақ жұмысын жасап жатыр. Әскерилердің күші қала аумағын тазартуға бағытталған. Төтенше жағдайды жоюға байланысты жұмыстар қыс мезгілінде де тоқтамаған. Ауа райына байланысты кейбір шектеулер ғана болған. Көктем келісімен жұмыс мұнда жандандырылды. Жарылыс орнынан 20 шақырым радиуста жұмыс тікелей жүргізіледі. Барлық қауіпсіздік шаралары сақталуда, қоршаулар қойылып, мобильді топтар жұмыс істеуде. Сондай-ақ ауыл тұрғындарының мүддесі үшін егіс алқаптарында да тексеру жүргізілуде. Қазіргі уақытта инженерлік саперлік бөлімшелердің 7-ші легі өз жұмысын аяқтауда. Әрбір лектің жұмысы 21 күнге созылады. Оған қоса тазалау жұмыстарымен қатар жаңа инженерлік саперлік бөлімшелердің дайындығы да жүзеге асырылуда. Біз әскери қызметшілер мұнда қателесуге болмайтын жауынгерлік тапсырманы орындаймыз, толғаныстарға жол бермей эмоциямызды бақылауға тырысамыз. Тек қана нақты әрекет бойынша жұмыс жасаймыз. Инженерлік саперлік қызметінің ерекшелігі әскери саперлар бейбіт уақытта жауынгерлік міндетті орындайды. Бұл тек қана Арыс қаласына ғана қатысты болмауы мүмкін. Қажет болған жағдайда инженерлік саперлар бейбіт халыққа да көмегін көрсетеді. Сапер үшін жауынгерлік міндетті орындау бұл тек жергілікті жерді тазарту ғана емес, сонымен қатар тұрғындар мен саперлардың өздерінің қауіпсіз өмір сүруін қамтамасыз ету болып табылады. Қарулы күштер инженерлік саперлік бөлімшелері төтенше жағдай салдарын жоюға байланысты көптеген жұмыстар жүргізіп жатыр. Солардың қатарына жарылғыш заттарды іздеу, сондай-ақ оларды қауіпсіз жерлерге шығару және жою болып табылады. Аталған жұмыстың барысында табылған фрагменттердің көп бөліктері қауіпсіз емес. Сондықтан оларды әрбірін мамандар сараптап отырады. Сондай-ақ біздің жұмысымызға қолдау көрсетіп, түсіністікпен қарап отқан жергілікті тұрғындарға өзімнің ризашылығымды білдіргім келеді. Қала тұрғындары бәріне өте мұқият қарап, белгісіз заттар табылған жағдайда дереу осында құрылған жедел топқа хабарлайды. Біз өз кезегімізде әр қоңырауға жауап беріп, табылған заттарды жою үшін жедел топтарды табылған затты, жарылу қаупі бар заттар табылған жерге уақытында жіберіп, оларды залалсыздандыру жұмыстарын атқарып жатырмыз.